Достар, егерде сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Мәдиналық сахаба Умму Салим. Күндердің күнінде Умму Салим деген мәдиналық әйел болыпты. Ол ислам келмей тұрып, жәһилиет уақытында Мәлик ибн Надр деген кісіге тұрмысқа шығады. Уақыт өтіп, олардың шаңырағына Анас ибн Малик деген бала дүниеге келеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам исламды таратып, мұсылмандар Мәдинаға келіп жатады. Сол сәтте Умму Салим исламды қабылдап мұсылман болады. Мұны білген күйеуі Мәлик ибн Надр әйеліне ашуланып, оларды тастап Шам өлкесіне қоныс аударып кетіп қалады. Ол сол жақта исламға келмей өмірден озады. Умму Салим болса баласына тәрбие беріп, оны өсіруді мақсат етеді. Осы аралықта оның қолын сұрап келгендер көп еді. Алайда ол күйеуге шықпас бұрын алдымен баласын өсіріп алуды көздейді. Анас ибн Малик 10 жасқа толғанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға қоныс аударып келеді. Умму Салим болса асыл пайғамбарды қатты құрметтейтін, оған қандай да бір сыйлық беруді қалайтын. Алайда қолында жалғыз баласынан басқа ешкімі болмайтын. Бір күні Умму Салим баласының дін жолында қызмет етуін қалайды. Сосын ол жаратқанның елшісінің алдына келіп: "Уа ардақты пайғамбар, менің қолымда осы баламнан артық ештеңе жоқ. Ол мен үшін бар жақсылығым. Ендеше мен оның сізге қызмет етуін қалаймын. Осылайша ол дінге де қызмет ететін болады. Баламды қабыл алыңыз" деп бауыр еті баласын пайғамбарға береді. Анас болса пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жанында 10 жылдай қызмет етеді. Нәтижесінде сахабалардың ішінде ең білімді әрі беделді кісіге айналады. Бір күні Умму Салимге Абу Талха келіп әйелдікке алғысы келетінін айтады. Алайда Умму Салим оған: "Сен сияқты дәулетті адамға бәрінің тұрмысқа шыққысы келетіні анық, бірақ мен олай жасай алмаймын. Өйткені сен мұсылман емессің" дейді. Мұны естіген Абу Талха: "Саған не болған, Умму Салим? Мен қалаған алтыныңды беремін. Мәдинада ең бай әйел атанасың. Маған жар бол" дейді. Умму Салим болса: "Маған керегі байлықта, жылтыраған алтында емес. Ең бастысы бір дінде болу маңызды. Егер маған үйленгің келсе, исламды қабылдауың керек болады. Одан басқа жол жоқ" деп кесіп айтады. Абу Талха болса Умму Салимді есепсіз дәулетке қызықтырмай қойған діннің құдіретіне таң қалады. Сосын ол ислам туралы жан-жақтан сұрастыра бастайды. Ақырында пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына барып мұсылман болады. Содан кейін Умму Салимге келіп, оны жар етіп алады. Бұл ислам тарихында ең үлкен мәһір деп танылған неке болатын. Ондағы мәһір исламды қабылдау болды. Көп ұзамай екеуінің арасында Абу Умайр деген ұл дүниеге келеді. Бұл перзент екеуінің арасын одан әрі жақындатып, екеуі оған қатты бауыр басып қалады. Алайда жаратқанның ісіне не шара, жылай-жылай көнерсің дегендей, бірнеше уақыттан кейін Абу Умайр қатты ауырып, кенет өмірден озып кетеді. Баласының ауырғанын естіген Абу Талха дереу үйіне тездетіп келеді. Умму Салим болса оны қарсы алып: "Егер біреу бізге бір аманатты уақытша беріп, кейін соны қайтаруды сұраса, біз не істер едік?" деп сұрайды. "Әрине, иесіне қайтарып береміз. Аманатқа қиянат жоқ" дейді. Сол сәтте Умму Салим: "Жаратқан Аллах бізге берген аманатын қайта өзіне қайтарып алды. Абу Умайр өмірден озды" деп қаралы хабарды хабарлайды. Сосын екеуі бауыр басқан перзенттерінен айырылып, қатты өксіп, жоқтап жылайды. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Арада бірнеше уақыт өтіп, екеуі ислам дініне қызмет етулерін жалғастырады. Умму Салим болса бір топ әйелдерді ертіп, күйеуімен бірге бірнеше соғыс майдандарға шығып, мұсылмандарға су тасып, жарақат алғандарды емдеп, дін жолында азда болса қызмет етуді тоқтатпайды.
Хунайн шайқасында Умму Салим күйеуінің артында оны қорғаштап жүреді. Кенет тасадан дұшпан шабуылдаса, оларға қарсы тұру үшін оның қолында әрдайым пышақ болатын. Осылайша Умму Салим қашанда болса ислам жолында өзінің басын қауіпке тігіп, пайғамбарға қызмет ететін. Мұны көрген асыл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әрдайым Умму Салим үшін дұға жасайтын. Бірде ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жәннатта Умму Салимді көргені туралы хабарлайды. Бұл әрине оның көзі тірісінде жәннатпен сүйілсенгенін білдірген еді. Осындай дін жолында аянбай еңбек еткен батырда айбынды Умму Салим Мауия ибн Абу Суфиянның халифаттық кезінде дүниеден озған екен.